Қазақ тілі 2-ші сынып тақырыбы дауыссыз қ мен қ. 25-ші сабақ. Қ әріптерінің емлесін сақтап жазамын. 27-ші жаттығу. Әңгіменің тақырыбына қарап, оның мазмұн болжа. Содан соң әңгімені оқы. Балалар суреттен нені көрдіңіз? Баланың жаңағы аяғы сынғанын, оның дәрігердің емдеп жатқанын байқауға болады. Аурудан аяған күштірек. Сейіт жол үстінде жүгіріп бара жатқанда бір арбалы соғып кетіп, аяғын сындырыпты. Ойбайлап жылап жатқан баланы көріп, шошынғаны шешесі есінен танып қалыпты. Мұны көрген соң Сейіт жыламақ түгілі қабағында шытпай жатыпты. Сонда сынықшы кісі: "Қабағыңды шытпайсың, аяғың ауырмай ма?" деп сұрапты. Сейіт шешесі шығып кеткен соң сынықшыға сыбырлап айтты да: "Ауырмақ түгіл жаным көзіме көрініп тұр. Бірақ менің жаным қиналғанын көрсе, шешем де қиналып жүдемесін деп шыдап жатырмын" депті. Балалар, әңгіменің не туралы екенін айт. Әңгіме Сейіттің анасына деген жанашырлығы туралы айтылған. Әңгімедегі негіз ойды анықта. Балалар, біз негізгі ой дегеніміз неді? Есімізге түсірейік. Бұл жолдар осы мәтіннің негізгі ойы болады. Мәтінде осы ой басталып, жалғасады және аяқталады. Яғни негізгі ой аяушылық және жанашырлық. Қ дыбысы мен қ дыбысына айналған сөздерді тауып, оның себебін дәлелде. Аяқ, аяғың, қабақ, қабағың. Қға аяқталған сөзден кейін, егер дауысы дыбыс келетін болса, мінекей ы дыбысы келіп тұр. Қ дыбысы ғ дыбысына айналады екен. 28-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Ата-анамның шырағымын, желкілдеген құрағымын, жерін сүйген, елін сүйген, отанымның ұланымын. Ертең ер жетіп өскен кезде отанын қорғайтын азамат болып өсем деген, халқын, елін сүйген азамат осылай дейді. Қарамен жазған сөздерге дыбыстық талдау жаса. Біз шырағымын деген сөзге дыбыстық талдау жасадық. Құрағымын деген сөзге өздерің жасайсыңдар, балалар. Шығармашылық үзіліс. 29-ші жаттығу. Бос торкөздерге әріптерді сан ретімен орналастырып мақалдар жаз. Мысалы, бірінші 6 тұр. 6-ны бізде сан әріп қандай? Б, одан кейін 1 Ә, 4-ші Л, 1-ші Ә, 10-ші М. Яғни қандай сөз шықты? Білім. Келесі 3-ші бізде Ө, 10-ші М, 1 Ә, 9 Р. Яғни өмір. Келесі 2-ші бізде 2 А, 8 З, 5 Ы, 7 Г, 5 Ы. Сонда білім, яғни білімнен кейін сықша, білім, өмір, асығы деген мақал шықты. Мағынасы қандай екен? Білімнің барлығы неде? Осы кітаптан алынады екен. Сондықтан бала кітапты, қосымша кітаптарды кітапханадан алып оқыңдар. 30-ші жаттығу. Бүгін әжеңнің туған күні. Әжеңе ашық хат әзірлегің келді. Өз құттықтауыңды төмендегі қай сөзбен бастайсың? Балалар, бірінші әжесіне, 2-ші құттықтау, 3-ші тілегі. Осылардың өздерінің қалаған сөздеріңді алып, әжелеріңе құттықтау, ашық хат жазыңдар. Менің сүйікті әжем, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сіздің ауырмағаныңызды қалаймын деп, біз осының ішінен осындай сөздерді алып сөйлем құрастырдық. Енді осыны асыл әжемізге арнаймыз. Жанымда өзің барда қуаныш сезем, жетелеп өрсің алға аяулы әжем деп шағын бір шумақ өлеңде құрастырып қойдық. Балалар, бүгінгі біз сабағымызда қ, ғ дыбыстарының жазылуы,